Аскөк тұқымының ең жақсы қасиеттері. Нәрестелерде аскөк көлік белгілерін жеңілдетеді. Ең жас аскөкті қолданар алдында дәрігермен кеңескен жөн, ал емізетін аналар аскөк тұнбасын өздері ішу керек, соның арқасында тамақтандырылған бала көлікке шағымданбайды. Аскөк ас қорыту жүйесінің барлық ауруларына ем ретінде де қолданылады. Ол іштің ауырсынуынан қорғайды, ас қорытуды жеңілдетеді. Бұл ас қорытудың бұзылуына ұсынылатын тамаша шөп. Қазақша контенттің дамуына үлес қосып арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Аскөк тұқымын табиғи тыныс тазартқыш ретінде пайдалануға болады. Оларды бірнеше минут шайнаңыз, содан кейін түкіріңіз. Аскөк жапырақтары мен тұқымдарының инфузиясы да суық тию мен тұмаудың барлық белгілерімен күресуге көмектесетін емдік әсерге ие. Аскөк инфузиясы менструальды ауырсынумен күресуде жас қыздар мен әйелдерге де көмектесе алады. Қуық пен зәр шығару жолдарының қабынуымен байланысты аурулардан жиі зардап шегетін адамдарда аскөк күшті диуретикалық дәрі ретінде пайдалы болады. Аскөк сонымен қатар ауырсынумен күресуге және ішектің шамадан тыс газын шығаруға көмектеседі. Жоғарыда аталған ауруларды болдырмау үшін аскөк тұнбасын тамақтан кейін бірден емес, тамақ алдында ішу керек. Косметикада аскөк тұқымы басқалармен қатар сабынның барлық түрлерінің хош иісін жақсарту үшін қолданылады. Медицинада аскөк көбінесе тау ауруы деп аталатын дәрі ретінде ұсынылады. Егер астықты емдік дәрі ретінде қарастырсаңыз, онда ол кез келген медицина сияқты қарсы көрсетілімдер бар екенін ескеру керек. Атап айтқанда, аскөк тұқымына аллергиясы бар немесе жеке адамға қарсы аскөк тұқымының қасиеттері препараттың құрамдас бөліктерінің төзімсіздігі. Препарат ипотенциалды түрде жұмыс істегендіктен қан қысымы төмен науқастар үшін ұсынылмайды. Әйтпесе, денсаулық жағдайы нашарлайды, әлсіздік, күшін жоғалту, кейде тіпті көру қабілетінің нашарлауы мүмкін. Сақтықпен кез келген созылмалы аурулармен ауыратын адамдардан дәрі-дәрмектерді қабылдау қажет. Жағымсыз салдардың алдын алу үшін алдын ала маманға кеңес беру ұсынылады.